енді Қазақстан мемлекеті көп ұлтты мемлекет болғандықтан бірнеше ұлыстар бар, конфессиялар бар. Бізде әрине бұл мәселе жаңағы жасырын мәдениет деген әсері әрине көп. Мына қаңтар оқиғасында болған, қанды қаңтар оқиғасындағы мәселелердің көбі мына діни сауатсыздықтың әсерінен бе деп ойлаймын. Сондай мәселе жастардың арасындағы діни сауатсыздықтың әсерінен осындай мәселелерге біз туындады. Бірақ біз білеміз, жалпы әлемдік діндердің ішінде жаңағы буддизм болсын, ислам, христиан діндердің арасында ешқашан зорлық-зомбылық көрсету мәселесі жоқ. Діндердің, жалпы діннің ортасында. Бұлардың бәрі тек қана дінді жамылып келген, діннің атын жамылып кеткен жаңа діни ағымдар. Осы жаңа діни ағымдар мәселесі әрине бізге қазіргі қоғамда қиындық тудырады. Олардың арасында жаңағы сіз айтып отырған жаңа мәдениет. Олар өздерімен жай келмейді, олар өздерінің жаңа дәстүрі бар, жаңа мәдениеті бар. Олар біздің санамызға, оны жастардың санасына сіңіргісі келеді. Қазіргі қоғамдағы болып жатқан оқиға, біз осы мәселелермен шұғылдануымыз керек. Әртүрлі әлеуметтік зерттеулер жүргізуіміз керек. Әсіресе дін арасында, діни байланыс арасында. Себебі олардың жас ерекшеліктері, мысалы, жас балалар, енді жас туған нәресте, сіз өзіңіз қалай жүргізіп үйретесіз, солай жүреді. Қалай тамақ ішіп үйретесіз, солай ішеді деген. Мысалы, дін туралы қандай сіз әңгіме айтасыз, ол да солай қабылдайды. Өйткені олардың жас ерекшелігіне байланысты. Сондықтан діни сауаттылық осы жерде өте маңызды. Және қазіргі кезде мен ойлаймын, діни толеранттылық деген ұғым өте өзекті. Себебі біз толерантность деген ұғымды саяси терминге айналып кеткен. Біздің қоғамда ол саяси термин. Ұлттардың арасындағы төзімділікті сақтау. Бірақ біз діни толеранттылық мәселесіне қазіргі кезеңде көп назар аудармай қалдық. Сондықтан біз діни төзімділік мәселесіне көңіл аударуымыз керек. Әрине бұл мынандай емес, біз толерантты екенбіз деп, бізге қандай ағымдар да келеді, соны қабылдау, қандай діндердің арасындағы байланыс, ондай емес. Әрине оның ішінде біз санамыздан өткізіп, сүзгіге салып, соның ішінде дұрыс мәселелерді ғана қабылдауымыз керек.